Бүгін елордада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдық мерейтойына орай имамдардың 4-ші республикалық онлайн форум өтті. Ислам, мәдениет пен ізгіліктің бастауы деп аталған алқалы жиынға мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев, ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева, бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, мемлекет және қоғам қайраткерлері, діни басқарманың өңірдегі бас имамдары, сондай-ақ онлайн режимде 1000-нан аса дін қызметкері қатысты. Сіздердің сауапты істеріңіз әрдайым еліміздің береке бірлігін нығайтуға арналған. Мұндай игі жұмыс қашанда ерекше құрметке лайықты, деді арнайы бейне үндеу жолдаған ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Құрметті форумға қатысушылар, баршаңызды Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бүкіл мұсылман қауымы үшін айтулы оқиға. Діни басқарма егемендіктің алғашқы жылдарынан бастап, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштықты сақтауға атсалысып келеді. Сондай-ақ еліміздегі дәстүрлі исламды дамытуға зор үлес қосуда. Биылғы пандемия кезінде діни басқарма көптеген қайырымдылық шарасына ұйытқы болды. Жұртшылықты татулық пен сыйластыққа шақыру аса маңызды. Бұл міндетті біздің дін басшыларымыз абыроймен атқаруда. Игі шараға Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев құттықтау хатын жолдады. Жиында мемлекеттік хатшы Қырымбек Елеуұлы елбасының құттықтау сөзін баршаға жеткізді. Сіздер өз білімдеріңізді ұдай жетілдіріп отыру арқылы қасиетті ислам дінінің қадір қасиетін халыққа дұрыс түсіндіріп, сөздеріңізбен де, күнделікті істеріңізбен де қалың жұртшылыққа үлгі бола білулеріңіз керек деп ойлаймын. Бүгінгі форум осы орайда байсалды әрі ашық пікір алаңы болып, алдағы жұмыстарыңызға бағдар белгілеп, тың серпін беретін игілікті іс-шараға айналады деп үміттенемін. Ізгі мақсат жолында қызметтеріңіздің жемісті болуын тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев. Форум мақсаты мұсылман қауымы арасында ұлттық рухани дәстүрлерге негізделген діни рәсімдер мен жоралғылардың мәдениетін қалыптастыру және зияткер имам мәртебесіне лайықты дін қызметкерлерін іріктейтін құжаттар қабылдау деп атап өтті мінберде сөз алған бас муфти. Ең бастысы дін мен дәстүр сабақтастығы жан-жақты дәріптелуде, деді Наурызбай Қажы Тағанұлы. Бүгін біз имамдар форумында діни саладағы жұмысымызды одан әрі жандандыра түсу үшін және дін қызметкерінің тұлғалық мәртебесін арттыру мақсатында, сонымен қатар діни рәсімдердің тәртібін қалыптастыру бағытында ас беру мәдениеті, зират және зиярат мәдениеті, зияткер имам тұжырымдамасы құжаттарын қабылдаймыз. Аталған құжаттар халқымыздың рухани өміріне оң әсер етіп, нәтижесін береді деген сенімдеміз. Ендігі мақсат осы құжаттарды халыққа жеткізіп, жан-жақты насихаттау. Форумның қорытындысы бойынша ас беру мәдениеті, зират пен зиярат мәдениеті, зияткер имам құжаттары қабылданды. Аталған құжаттар жұртшылық арасында орындалатын діни рәсімдерді бірізділікке келтіруге және зияткер имам мәртебесін беруге лайықты дін қызметкерлерін іріктеуге оң ықпалын тигізбек. Қазіргі қоғамда осы зират тұрғызу мәселесіндегі шариғат талаптарының қайшы келіп жатқан мәселелер бұл жерде айтылған. Бұл жерде міне осы зиратты қоршау мәселесінде жалпы зират қоршалса, жеке-жеке қабірлерді қоршамау, құлпытас қойған жағдайда ұзындығы 1 метр, ені 50 сантиметрлік құлпытас қана қою, ол жерге аты жөнін және дүниеге келген қайсы болған күндерін жазудың жеткілікті екендігі, сонымен қатар сурет қою қажет емес екендігі құжатта айтылған. Бүгінгі игі жиын барысында дін қызметкерлері мемлекеттік марапатқа ие болды. Марапатты иелеріне мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев табыстады. Атап айтсақ, Алматыдағы Әл-Хамид мешітінің бас имамы Асылхан Аманқұлов, Шымкент қаласындағы Шейх Мұхаммед Садық мешітінің бас имамы Бегайдар Қажы Әміре, Алматыда Қалқаман мешітінің бас имамы Кенжәлі Мырзабаев президент жарлығымен шапағат медалімен марапатталды. Сондай-ақ Түркістан облысындағы Сарағаш медресе колледж директорының кеңесшісі Әбджаппар Сыманов, Алматыдағы Әбу Ханифа медресе колледжінің директоры Құлмұхаммед Махамбет және Ақтөбе медресе колледжінің директоры Әбдімүтәліп Дәуренбеков Қазақстан президентінің алғыс хатын алды. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы Қазақстан президентінің құрмет грамотасымен марапатталды. Бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазірет марапатталады.
марапатты табыстайтын Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Көшербаев Қырымбек Елеуұлы. 30 жылда рухани ордаға айналған діни басқарманың бүгінгі игі бастамаларын Мырзатай Жолдасбеков сынды ел ағалары да қолдады. Діни басқарма дер кезінде қоғам үшін өте қажетті мәселені көтеріпті деген ойға келдім, шехтарым. Бұл сөзде ұят жоқ деп атамыз ғой, өлім байдың малына шашады, жоқтың артына ашады деген мақалда бекер айтылмаған. Ащы болса да ол шындық. Біз торқалы той мен топырақты өлімде төбе көрсетіп, білгенімізді айтып жүрген жанның біріміз, сіздер шет жағын жақсы білесіздер. Дін бәрімізге ортақ, сондықтан діннің, Алла тағаланың бізге берген діндердің ішіндегі ең жасы, діндердің ішіндегі ең адалы, діндердің ішіндегі ең беделдісі ислам діні қайтып елге оралғаннан кейін бәріміздің қуанышымызда шек болған жоқ, сондықтан біз сіздермен біргеміз. Ендігі міндет осынау маңызды құжаттарды барынша насихаттау, ас беру, зират салу үстінде ысырапқа жол бермей, бірізділікке түсіруге имамдардың айтқаны аздық қылады. Ол үшін халық боп қолдау керек. Осылай деген ел ағалары жаңа бастама жақсылықтарға бастасын деп батасын берді. Жиын соңында форумның арнайы үндеуі қабылданды.